Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге миллионерлер жасырып жүрген 8 құпия жайында айтатын боламын. Сіздер ойлайтын шығарсыздар, миллиондаған ақша ұстап жүргендер шіріген байлар деп. Жоқ, олай емес, шын мәнінде миллиондаған ақша ұстап жүргендер де қарапайым адамдар. Олардың да өз құпиясы мен сырлары болады, бірақ оны жалпақ жұртқа жария еткенді ұнатпайды. Бұл ішкі қағидаларына қарсы дүние болып табылады. Дегенмен зерттей келіп, байлардың да жасырған құпиялары барын анықтадық. Сіз мені бай деп ойлайсыз ба? Олай емес. Миллион доллар үлкен ақша болып көрінуі мүмкін, бірақ миллионерлердің 20% бұлай ойламайды. Бұл көрсеткіш олар үшін кедей дейтін ұғыммен бірдей, себебі бұл ақшаның жартысының көбі салыққа, медицинаға және өмір сүруін қамтамасыз етуге кетеді. Байлардың көбі ең керемет сәттерден де бас тарта алады. Мәселен, элиталық гольф клубтарына барудан бас тартады, өйткені онда жылына 300 мың ақш доллары кетеді. Мен арзан бағада сауда жасаймын. Миллионерлердің көбі орта таптағы өмір сүру қағидасынан шығып кеткен, себебі олардың 80% ішпек жемек пен киім-кешекті арзан бағада сатылатын дүкендерде немесе базардан алады. Таң қалмаңыз, бұл ақиқат. Мен мектепте үздік оқымадым. Ата-аналардың мектепте жақсы білім алу ілімінің кілті дейтіні рас, бірақ бұл экономика саласының сейфі бола алмайды. Байлардың жетістікке жетуіне себеп үздік оқу немесе жоғары білім емес, пысықтық, еңбекқорлық және қоғаммен тығыз байланыс жасау. Олар мектепте ешқашан озат оқыған емес. Мен қарыз аламын. Миллионерлердің де қарыз алатынын білесіз бе? Олардың ақшасын ең негізгі бөлігі осы қарыз алу арқылы, несие алу арқылы қалыптасқан. Себебі байлардың байып кету үшін ең алғашқы ақша көзі қарызбен келеді. Сен бай болмайсың, жақсы адам боласың. Миллионерлердің көп сандысы өте қатаң тәртіппен жұмыс жасайды. Олар қатыгез және суық болып көрінуі мүмкін. Салық жолы болмайтындар үшін. Байлар ақша көп тапқан сайын оның да салық түрі көбейіп отырады. Бірақ миллионерлер шетелдік банктерде есеп шот ашу арқылы салық түрлерінен жалтаруға тырысады. Керемет көлік пе? Жалға алдым. Ең қымбат және ең керемет көлікті сатып алудың қажеті не? Егер оны жалдап алуға болатын болса, байлар ең қымбат көліктерді сатып алмайды. Жалға алып демалысқа сол көлікпен шығады. Достарының қасында абыройлы болып қалудың жолы ғана. Бақыт ақшаға байланысты келеді. Миллионерлер үшін бақыттың кілті ақша. Адам ақшасы көп болған сайын қажеттілігін арттырады және толықтырады. Егер қалаған дүниеңді ала алсаң, ол бақыт емес пе? Достар, видеоны лайк басып, арнаға тіркеліп қолдау білдіріп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған доллар кезет арнасы. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.